Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге карпатка деген торт жасауға кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ол үшін ең алдымен табамызға су құямыз, шым-шым тұз саламыз және сары май саламыз. Осы массамызды отқа қойып, қайнағанша араластырып күтеміз. Заварной қамыр жасаймыз. Ең қолайлы, қолжетімді азықтардан жасалынады. Енді қайнаған бетте ұнымызды салып, біркелкетіп араластырамыз. 5-10 минут шамасында жаңағы қамырымызды пісіріп аламыз. Бұл қамырда дымқылдық қалмау керек. Сол үшін біз осылай қатты жоғары отта емес, орташа отта осылай қамырымызды пісіріп аламыз. Бұл рецепттің толық нұсқасын мен описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сіздер сол жерден асықпай қарап, сақтап алсаңыздар болады. Енді осы заварной қамырымызды бөлек ыдысқа салып, кішкене суытып аламыз. Содан соң бір-бір жұмыртқадан асықпай отырып, араластырып, біркелкі болғанша араластырамыз. Мұнда мен 4 жұмыртқа пайдаландым. Бір-бір жұмыртқадан салып араластырып отырасыздар. Осылай біркелкі болғанша. Бұл қамырмен тек торт емес, және де заварной пирожный жасауға да болады, эклер жасауға болады. Міне осындай біркелкі болып шығады. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, формамызға пергамент төсеп, осылай екіге бөліп жайып шығатын боламыз. Осылай міне. Енді бұны пісіріп аламыз. Басында 10 минут 220 градуста, содан соң 15 минут 190 градуста пісіреміз. Енді крем дайындауымыз қажет. Ол үшін табамызға сүт, қант және жұмыртқа салып, содан соң крахмал, жүгері крахмалын қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Араласқан соң табамызды қайтадан отқа қойып пісіреміз. Заварной крем болып шығады. Қою болғанша осылай міне араластырамыз. Міндетті түрде асты жабысып қалмау керек. Енді ол массамызды суытамыз да, майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Суыған заварной кремімізді ас қасықпен сала отырып, біркелкі етіп крем дайындаймыз. Енді бірінші коржымызды формамыздың астына қойып, бетіне бүкіл кремді жағып, біркелкі болғанша тегістеп аламыз. Содан соң екінші коржымызды бетіне жауып қоямыз. Міне осылай дайын болады. Бетіне сахарный пудра септім. Дәмі өте керемет, балғын, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айжан.